Ассаламағалейкум, құрметті ағайын. Мен мына видеоға шығып отырған себебім, кеше Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайылов пресс-конференция өткізген екен. Онда ол Қазақстан халқын су болашақта болатын су кризисіне кінәлі жасап отыр екен. Мен оған толық келіспеймін. Біріншіден Әлихан Смайыловқа үндеу жасаймыз. Біріншіден қарапайым бір мысал келтірейін. Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Маралды ауылында цианид натрийді пайдалану арқылы алтын шығаратын фабрика салынып жатыр. Ол сұмдық цианид натрийді көрінген кішкентай баладан бастап үлкен жастағы адамға дейін біледі. Ол у екен. Ондай табиғаты әдемі судың көп шоғырланған орнына ондай цианид натрийден отстойник жасап завод ашу деген ол нағыз су ресурстарына қарсы жасалып отқан іс екенін ол Әлихан Смайылов түсіну керек. Міне қаншама біздің өңірлерімізде сондай экология, қоршаған ортаға зиян заттар арқылы заводтар салынып жатыр. Жөнсіз заводтар, ешқандай елімізге, мемлекетімізге пайда жоқ заводтар. Тек қана сол 162 олигархтың мүддесін қорғайтын заводтар салынып жатыр. Ол сұмдық қой. Сондықтан Әлихан Смайылов, премьер-министр, бұл халықты кінәлауға болмайды еш уақытта. Халық біледі судың қаншалықты қажет екен. Су кризисін болатында халық біледі. Барлық халық қазір сауатты. Қазір тек қана үкімет дұрыс жұмыс жасау керек. Үкіметтегі министрліктер, комитеттер жұмыс жасау керек, дұрыс жұмыс жасау керек. Өздеріңіз ойлаңыздар, сол Маралды ауылында 3 өзен бар. Сол жаңа цианид натрий завод салынып отқан. Одан кейін ол таулардың арасында орналасқан. Таудың қаншама су бұлақтары бар ол жерде. Сол жерде мысалға цианид натрий пайдаланып завод фабрикасы салынып жатыр. Бұл сұмдық қой. Міне. Сондықтан бұл жерде халық кінәлі емес, үкімет кінәлі болады. Егер біз су дағдарысына келетін болсақ 2050 жылы, оған үкімет кінәлі. Триллиондаған қаражат су комитетіне бөлінді. Су комитет қайда кетті сол қаражаттың бәрі? Әр су комитеттің бастығы жемқор болып сотталды. Олардың бәрі қаншалықты қаражатты қайтарды бізге, елімізге, мемлекетімізге, бюджетке. Міне соны ойлансын Әлихан Смайылов. Халықты кінәлауға болмайды. Халық біледі. Біз егер мемлекет дұрыс инфрақұрылымдар жасай алса, техникалық сулар мен ішетін судың арасын бөле алса, онда халық оны пайдаланады. Халық біздің өзім бабамыздан суға түкірме, суды үнемде деп өсірген. Судың да сұрауы бар деген бізде халық бұл ұстанымды біздің халқымыз ұстанады. Сондықтан қарапайым халықты кінәлауға су дағдарысына болмайды. Сондықтан құрметті ағайын, мынау осы мен видеомды таратыңыздар. Кеше таң қалдым. Қаншама журналистер тұр. Премьер-министр осылай халықты кінәлап отыр. Егер кризиске болатын болса, халық кінәлі деп отыр. Ол дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Оған ол тағы да мынау үкімет басшысы премьер-министр Әлихан Смайыловтың бұл кемшілігі, халықты түсінбейтіндігі, оның аппаратный комитеттен шықпай жұмыс жасайтындығы көрсетіліп отыр. Халықтың 99% ол жақсы адам. Жақсылықты ойлайтын адам. Адамдардың, таза адамдар ол халықта. Халықтың ішінде қарапайым халық ол таза. Пайғамбар Мұхаммад жаңағы Одинеге барып, жаңа тозақтың алдында тұрып қараса дейді, тозаққа дейді, тозаққа бай адамдар кіріп жатыр екен. Қарапайым адамдар жоқ екен. Өйткені қарапайым адамдар таза болады. Сондықтан қарапайым